Талгардан жаңа свежий информация келді. О информация беріп жүрген адам бұның алдына негізі айтқан бәрі тура шығып атқан еді. Мынау енді соңғы бір-екі сөздер, бір-екі ақпарат кішкене күмән болып тұр. Бірақ сонда да тексеруге уақыт жоқ. Сіздерге ертерек жеткізейін деп, рисковать етіп көрейін деп жатырмын. Енді кеттік. Біріншіден, үй өртеніп кеткен үйде ешкім адам ешқашан біраз уақыт уже ешкім тұрмаған. Ол жерде ол участокта мал ұстаған, сол малға қарайтын адамдар кейбір кезде Шерзат та, ағасы да кейбір кезде қонып, сөйтіп нетіп жүрген. Болашақта может там бұзам, Шерзат тұрады деп, может сондай жоспарлары болған. Негізі бірақ адам ол жерде тұрмаған. Қаржаубайдың семьясы сол үйден бір 150 метр қашықтықта негіз үйлері болған, сол жерде тұрып жатыр олар негізі. Үйсіз, жайсыз қалды, енді көшеде қалды деген ол негізі жалған ақпарат. Ол бір. Екінші, криминалдық экспертиза, өрт неден шықты, қалай болды, ол негізі экспертиза, сараптама негізі дайын болды деп жатыр. Неге оны халыққа айтпай жатқан, не адвокаттар, не қызыл органдар, прокуратура неге халыққа оны ашық айтпай жатқан, сол түсініксіз болып жатыр. Уже Талгардың тұрғындарының арасында уже өсек жүріп жатыр. Сараптаманы біреу көргем дейді, уже естігем дейді. Ол сараптамада өрт сыртынан, басын айтқан еді ғой, сыртынан біреу жақып кетті деп. Енді өрт негізі ненің үйдің ішінен шыққан деп жатыр. Яғни или замыкание болған бір немен, болмаса біреу үйдің ішінде жүріп, спокойно бензинді сеуіп, сөйтіп спокойно өртеуге асықпай істеген, оны жақсылап тұрып. Үшінші, кеше онына Қаржаубайдың семьясы, Шерзаттың семьясы сұхбат берді блогерлерге, журналистерге. Оның алдында Қаржаубай, мен точно білем, бұны істеген Хасанның жігіттері бол деп айтып жүрген еді. Енді семьясы, біз Хасанды мүлдем танымайтын едік, ол туралы даже естіген жоқпыз. Сол мына оқиға болғаннан кейін, халық айтқаннан кейін, көршілер айтқаннан кейін, неге көңіл айтып келгендер, солардың арасында әңгімені естіп, біз соған сеніп қалдық та, бізде сол Хасан жайлы әңгімені айту бастадық деп айтып жатыр. Уже риторика, уже сөздер толық уже ауысып кеткен. То есть былай осындай ситуация болып тұр. Қаржаубайдан енді сұрайсың, сен Хасан туралы қай жерден естідің, соның бригадасы екен, сол қатысы бар екен дегенде, ол халықтан естідім дейді. Халыққа барасың, сұрайсың, сендер кімден естіп жатсыңдар, Хасан бандит екен, осындай тірлікпен айналасын. Олар айтады, интернеттен көріп жатыр, блогердің бәрі айтып жатыр ойды. Ол блогерге барып жабысасың, сен Хасан туралы не айтқан қай жерден алдың десе, ол айтады, Қаржаубайдан естідім дейді, Қаржаубай айтып жүрді. Қаржаубайға қайтып барасың, ол халықтан естідім деп айтады. Сөйтіп мынандай замкнутый круг болып тұр. Ол неден басталған, қалай басталған белгісіз болып тұр енді. Енді бұл ситуация мынандай ой туып жүр. Мен ойлаймын, мүмкін бір адам бар. Мысал үшін Қаржаубайдың үйіне келеді, жаңаза болып отқан кездерде, олардың бәрі мандраж болып тұрған, көріп нелер растерянный болып тұрған кезде момент ұстап, келіп Қаржаубайдың құлағына отырып, Қаржаубайдың құлағына құяды. Мынау хуторский балдар, Хасан олардың бастығы, Хасан жіберіп жатыр, осы ұйымдастырған мынау Шерзатты өлтірген мына Хасан деп құлағына жақсылап құйып кетеді. Сөйтіп бір-екі күннен кейін мына балдардың бәрі ұсталып қамалғаннан кейін, мынау сыртында тағы да ұсталмағандар үлкен ОПГ бар деп, кейін және мынандай қатты шум көтерілсін деп, хайвай резонанс көтерілсін деп, баратта үйді өртеп жібереді. Үйді өртенгеннен кейін осының бәрі басталды. И сонымен халық значит сыртта тағы да олар банда, үлкен банда, олар сырттағын тағы да Хасан жіберіп жатыр деп, соның бәрі сол көтеріліп кетті. Енді сол адам бар болса, соны ұйымдастырған болсаң, өздерің ойлап көрсеңдерші, не деген интриган, не деген шайтан адам ол, не деген бас анау. Соны ойлап тауға бітіп, бәрін соны біліп, қандай ситуация не туады, мынаны істесең осындай болады деп, адамдарда қарай әсер ететін соны қалай ойлап, соны есептеп шығарғанын ойлап көріңізсе, сондай егер действительно болса да. Енді ертең Хасан бұл тірлікке қатысы жоқ болып шықса, мына жақта Қаржаубай өтірікші болып шығады. Хасан бүкіл уже Қазақстанға қанішер, ОПГшниктен бастығы деп уже сондай атақ шығады. Өлтірді, кішкентай баланы өлтірді деп, сондай атақ уже пайда болды да. Оны ұйымдастырған, мысалы үшін бағанағындай вариант болса, оны ұйымдастырған адам
кек алып жатыр ма, болмаса бір какой-то бір үлкен пайда көріп жатыр ма, бірақ сол сыртта қарап күліп отыр осының бәрі тірлігіне, бәрін өзі ұйымдастырып алып та, осындай тірліктерді ұйымдастырып алып. Соны мен қазір енді ойланып отырмын, сондай болуы мүмкін ба, сондай адам сол талғарда бар ма, осыны ұйымдастырып жүріп бәрін біраз адамдарды ақымақ қылып сөйтіп бір марионетка сияқты бүйтіп ойнап жүрген сондай адам бар ма жоқ па деп. Сол сіздерден соны сұрайын дегенім, сондай адам болуы мүмкін ба, мүмкін емес па, және ол осы ситуациядан қандай пайда көріп жатыр, соны ойласайық.